Бұл HTML CSS курсының ең соңғы сабағы. Бүгін бізде Grid. Grid HTML макеттерді жасау үшін және элементтердің орналасу ретімен оның өлшемдерін өзгерту үшін қолданады. Бұл Flexbox-қа өте қатты ұқсайды. Flexbox бір өлшеммен ғана жұмыс істесе, ал Grid екі өлшемді макеттер жасауға өте қолайлы. Grid Flexтен қиынырақ, бірақ онымен өте үлкен күрделі сайттарды оңай жасаймыз. Flex не деп тұрсаңыздар, оны осының алдындағы 14-ші сабақта көрсеңіздер болады. Мына жоғары жақтан оған сілтеме шығады. Мына тізімде Gridтің барлық қасиеттері көрсетілген. Әрқайсысын практика жүзінде қарастырып, түсіндіріп шығатын мен IT маман. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сонымен бастайық. Берілген мысалда div деген контейнер бар және оның ішінде нөмірленген 10 элемент бар. Ең бірінші бастайтын нәрсеміз, қасиетіміз ол display. Grid бұл әзірге ештеңе өзгертпеді, себебі біз оған элементтерді қалай орналастыру керек екенін айтуымыз керек. Ең бірінші оған қолданатын қасиет grid template columns деген. Бұл жерге енді бір пиксель берейік, 50 пиксель берсек, колумн ол баған бойынша жұмыс істейді. Бәрін бір бағанға қойды да, және оның ұзындығын 50 пиксельге айландырды. Келесін мысалы 200 пиксель деп жасайтын болсақ, мына жақта бос орын қалдырып, онда екі баған пайда болады бізде, 50 және екіншісі 200 пиксель. Сөйтіп орналастыра беруге болады. Үшіншісі 300 пиксель. Бұл жерде үшінші баған ол 300 пиксельге айналды. Пиксельден бөлек біз пайызбен де берсек болады, мысалы 40% және 60%. Екі баған пайда болды бізде, 40 пиксель, 40% және 60% ұзындықты алып тұр. Кейде бізге 33% бен 3 элементке пайызбен беру ыңғайсыз болады. Мысалы 33 деп қойғанмен бұл барлығы 100% бермейді, бізге 99% береді. Сондықтан бізге fr деген көмекке келеді. Бұл фракция деген сөз, және бұл үшеуін жазған болсақ, бұл 3-тен 1, әрқайсысын 3-ке бөліп ұзындықты осылай бірдей қылады. Егер біреуін 2 қылсақ, ол енді басқаларына қарағанда ортадағы баған басқаларына қарағанда 2 есе ұзын, яғни 4-тен 2 бөлікті алып тұр, ал қалғандары 4-тен 1 бөліктерге ие. Мынадай сұрақ туындауы мүмкін, егер бізде 20 баған болса, әрқайсысын 20 бағанды былай fr мен жазып отырған ыңғайсыз болады. Сондықтан бізде мынадай repeat деген функция бар. Repeat мысалы 10 бағанды бірдей ұзындықта қыл дейміз. Мысалы 1 fr немесе жаңағыдай 200 пиксельден қылсақ, онда әрқайсысын 200 пиксель қылып жасап берді. 200 пиксельден кейін мысалы 100 пиксель деп жазатын болсақ, бұнда енді жұп элементтер қарасаңыздар 100 пиксельге ие, ал тақ элементтер 200-ге. Әзірге 2 баған қалдырайық, екеуінде бірдей қылайық. Және келесі қасиетіміз ол біздің grid template rows. Template rows бұл колумн емес, енді жол бойынша қарастырады. Мысалы 200 десек, бірінші жолды 200 пиксель қылды, оның ұзындығын, биіктігін. Келесін 100 пиксель қылайық. Сақтайым, міне 100 пиксель болды. Үшіншісін мысалы 1000 пиксель десек, ол әрине өте үлкен болады. Және бұл жерде де фракция мен пайыздарда жұмыс істейді. Келесі қасиет grid column gap. Бұл әр бағанның бір-бірінен арақашықтығын көрсетеді. Міне бізде 30 пиксель пайда болды. Және grid тура соған ұқсас row gap. Бұл енді жолдың арақашықтығын көрсетеді. Жолдардың бір-бірінен арақашықтығы осылай 20 пиксель бердім. Және екеуінде алмастыратын бізде grid gap деген бар. Бұл мысалы 20 пиксель берсек, жолдарында және бағандарында арақашықтығын 20 пиксельге айландырады. Grid auto rows қасиеті биіктігі нақты берілмеген жолдарға биіктік береді. Мысалы мен auto rows 120 пиксель дедім, әлі сақтаған жоқпын. Ал мына соңғы екі біздің жол, ол қазір
өзінің бұрынғы биіктігінде тұр. Мен мынаны сақтаймын. Қазір олар өзгеріп кетті, 120 пиксель болды. Ал мына бастапқы үшеуі қалай еді, қандай ұзындықты мен мына grid template row'сын берген бойынша сақталып тұр. Егер grid template row'сты мүлдем алып тастайтын болсақ, онда барлығының биіктігі 120 пиксельге ие болады. Және мен мына бірінші текстке бір деген текстің орнына ұзын текст жазып көрейін. Қараңыздар, бізде сыймай қалды. Біз былай істегіміз келеді. Барлығы 120 бола берсін, бірақ қай жерде үлкен текст болса, олар үлкейсін. Сол кезде бізде min-max деген функция көмектеседі. Min-max деген функция өзі атайып тұрғандай, бірінші минимум пиксельді қабылдайды, минимум қанша болу керек. Келесі max деген максимально қандай болу керек. Егер auto дегенді қойсақ, онда бұл ұзындық жаңа текстке байланысты өзгеріп отырады. Егер 300 десек, 300 пиксельге дейін оның ұзындығы өзгере алады. 120-ның орнына 50 пиксель деп жазып, мына 300-ның орнына auto жазып көрейік. Сол кезде бізде минимальный биіктік ол 50 пиксель болады, ал қай жерде текст бар, ол төмен қарай, яғни автоматом өзгеретін болады. Келесі қасиеттерді көру үшін мен мына ұзындықтарын сәл өзгертейін. Бірінші баған 500 пиксель, екіншісі 50 пиксель болып тұра берсін. Және бұл барлық контейнерге биіктік берейін. Мысалы 700 пиксель. Барлығы ұзарып кетті. Енді бізде justify content деген біздің Flex'те үйренген қасиетіміз бар. Grid'қа да жұмыс істейді. Мысалы center десем, бұл бүкіл контентті X өсі бойынша ортаға келеді. Ал align content Y бойынша ортаға келеді. Justify content-тің тағы end деген мәні бар. Ол оңға қарай жібереді. Және start деген алдыға бастапқыға келеді. Align content-те тура сондай. End десеңіздер Y бойынша төменге жібереді. Start десеңіздер жоғарыға. Және center бар. Тауыр байқасаңыздар, бұл жерде flex деген сөз жоқ. Біз flex'те flex start деп солай жасаған едік. Бұл жерде тек қана start. Сонымен қатар бізде align items деген бар. Мысалы center қоятын болсақ, ол мына әрбір жолдағы элементтерді Y бойынша ортаға қояды, бір-біріне салыстыра отыра. Және justify items бар. Justify items мысалы end дейтін болсақ, барлық элементтер мына X осі бойынша оңға қарай жылжыды. Және олар бір-бірінен салыстырмалы түрде. Align items пен justify items-тің мәндері тура justify content пен align content-тің мәндерімен бірдей. Дипкі күйде align items пен justify items stretch деген мәнге ие. Stretch ол барлық ұзындықты максимально алады. Stretch айналдырып қайтан қойдым, біздің бастапқы күйге айналып келді. Енді контейнер емес, оның ішіндегі элементтерге бөлек-бөлек стиль беріп көрейік. Мысалы, item 2-ке align items емес, align self деген беріп көрейік. Мысалы, align self end. Сақтайым. Міне біздің екінші элемент Y бойынша төмен қарай жылжып кетті. Center берсек, ортаға келеді. Және үшінші элементке мен енді justify-ын беріп көрейін. Justify self. Ол енді X өсі бойынша мына элементтің орналасуын көрсетті. Келесі қасиеттерді өту үшін мен артық кодтарды өшіріп тастаймын және 5-ші элементпен жұмыс істеймін. Item 5 және оған grid row start дегенді берем. Мысалы, ол екінші жолдан басталсын. Міне 5-тің орны өзгеріп кетті. 5 3-тің орнына келді және 3 келесі элемент болып қалды. Grid row end деген бар. Бұл енді қай жерде аяқталу керек. Мысалы 4-ті жазатын болсам, менің 5-ші элементім 2 жолда алып тұр. Егер 3 десем, ол 3-ке дейін аяқталып қояды. Сондықтан мен плюс 1-ді әрқашан ойлап отырамын. 3 орын алу үшін мен 5-ті берем. 3 ұзындықты алып тұр. Осы мен келесіні қарастыра салайық. Grid column start деген бар. Бұл енді бір басталатын баған, бірінші бағаннан басталады.
ештеңе өзгермеді. Енді grid column endті мысалы 2 берсем де өзгермейді, сондықтан әрқашан +1-ді істеп отырамын. +1 3-ті жазсам, міне біздің 5-ші элементіміз 2 бағанды алады және 3 жолды өзіне алып тұр. Мына grid row start пен grid row endті қысқаша жазуға болады. Мысалы grid row деймізді 2 және /5 өстіп, мынаны орнына өзгертсек, сақтаймыз, ештеңе өзгермеді. Біз мынаны қысқаша жаздық. Енді grid column start пен grid column endті де grid column арқылы біз қысқаша жазыламыз. Мысалы 1-де 3. Мен қазір сақтаймын, ештеңе өзгермеді. Мынаны енді өзгертіп көрейік. Grid row ол бірінші жолдан басталсын және 2-ден аяқталсын. Міне біздің 5-ші элемент 1-дің және 2-нің орнына шығып кетті. Мына 5-ші элемент қазір 2 бағанды алып тұр. Ол астынан көруге болады. Ал мына жол бойынша 2 жолды алып тұр. Ол бізге білінбейді, бірақ оны білу үшін мына біздің браузерді Elements дегенді ашамыз және контейнер деген grid элементімізге апаратын болсақ, мына біздің курсорды, онда бізде мына 5-ші элемент 2 жолды алып тұрғанын нақты көруімізге болады. Gridтің ең керемет қасиетін қарастырайық. Ол үшін мен былай макет дайындап қойдым. Бізде header, sidebar және контент бар. Қарапайым керек деген стильдер беріп қойдым және біздің контейнер grid. Бұған енді біздің headerді жоғардан, sidebарды сол жақтан, контентті оң жақтан істеу керек. Ол үшін grid template areas қолданам. Grid template areas бізде яғни header болу керек. Мына жерде header 2 жолды алу керек. Header, ал келесі жолда, төменгі жолда біздің sidebar және біздің контент болу керек. Мен байқасаңыздар, контент header дегенде бас әріппен жаздым. Бұл мына жерде тұрған кластарға дым қатысы жоқ. Сондықтан оларды бір-бірімен байланыстыру үшін мен header деген классқа grid area деген мән берем. Grid area бізде header, бірақ мына жерде жазған сияқты мен жақшаның ішіне келтірмеймін. Енді қалғандарын тура солай көшіреміз. Бізде header, sidebar ол sidebar, бас әріппен бірақ. Және контент. Сақтаймын. Міне бізге керек нәрсе шықты. Сәл әдемілік, grid gap берейін. Барлығын арақашықтығын 20 пиксель қойайын. Және grid template columns'ты қойып, column деген бұл баған болды. Және бірінші баған бізде ол sidebar. Sidebar мысалы 180 пиксель болсын, тұрақты. Және қалған контентті 100% қылу үшін фракция қолданам. Бір fr деп қолдансам, бұл контент қалған бөліктің бәрін алады. Бірақ header өзгермеді, себебі header бүкіл мына жолда алып тұр. Және grid template rows'қа енді headerді фиксировать етейін. Оның биіктігі 60 пиксель әрқашан болсын және қалғаны бір fr өзінің толық қанша биіктік болса, сонша биіктікті ала беретіндей істеп қояйын. Енді мына контентке ұзын текст беріп көрейік. Сақтаймын. Біздің контент үлкейді, бірақ sidebar онымен бірге кетіп қалды. Sidebar өзінің өлшемі сәл кішкентай болу керек. Ол үшін мен оған align self-ті бөлек берем және оған start деген мән берем. Start берген кезде ол өзінің мәні кішірейеді. Құрметті көрермендер, сонымен біздің HTML CSS курсымыз тәмам. Сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Каналда әр апта жаңа видео шығып тұратын болады. Жіберім алмас үшін каналға жазылып, қоңыраушаны төмендегі басыңыз. Келесі JavaScript, React сияқты курстарда көріскенше.